Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді әрі тойымды таңғы асты жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараймыз. Алдымен табамызды қыздырып, сәл ғана сұйық майды құямыз. Одан кейін осылай жұқалатып, дөңгелетіп, қызанақтарды турап шығамыз. Енді табамыздың үстіне барлық қызанақтарды видеодағыдай салып шығатын боламыз. Алдын ала 3 жұмыртқаны осылай жақсылатып шайқап аламыз. Бірден ішіне дәміне қарай тұзын, бұрышын салып шайқап аламыз. Одан кейін қуырылып жатқан қызанақтардың үстіне әдемілетіп барлығын бір келкі етіп құямыз. Мінекей жұмыртқа мен қызанақ осылай әдемілетіп қуырылып бастайды. Енді осы табанның диаметріндей бірдей етіп лавашты кесіп аламыз. Одан кейін қуырылып жатқан жұмыртқаның осылай үстіне лавашымызды салып, 2-3 минуттан кейін екінші жағын қуыратын боламыз. Дәміне қарай ірімшікті үкіштен өткізіп саламыз. Кез келген ірімшікті пайдалануға болады. Енді лавашымызды осылай екіге қайтарамыз, екі жағын әдемілетіп, қуырып алатын боламыз. Таңғы асымыз дайын болды, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.